Сәлем достар, келесі видеоны көру үшін сақтап алыңыздар, қоңыраушаны басып подписаться етіп кетіңіздер. Келесі тамағымыз мясо по-тайски тамағы болады. Бірінші көкөністердің барлығын тазаладым, жудым. Одан соң еттен бастап турап шықтым барлығын. Етті көбірек қолдандым, себебі етті менің балаларым жегенді жақсы көреді, сіздікі де жақсы көреді деген ойдамын. Етті барлық қазақ жақсы көреді ғой. Сондықтан етті барынша мол әрі дәмдік болу үшін қостым көбірек қылып. Көкөністі де былай жақсы көбірек қосса болады, бірақ енді балалар жақсы көргесін етті көбірек қостым. Майды құйып алдым, жарты кесе, одан кейін қыздырып алған соң етті салып қуырып алдым. Барлығы ет қуырылып жақсы қуырылған кезде чеснок дейміз, чеснокты жақсылап турап алып, сарымсақты, соя қостым. Менде азғантай соя болды, сондықтан көбірек қоса берсеңіз болады, дәмдірек шығады. Пиязды үлкен қылып 4 бұрышты қылып турадым. Жақсы қуырылған етке салып алдым пиязды. Сол пияз қуырылып болған соң барлық көкөністердің барлығын кезек-кезек қуырып салсаңыз болады, қаттылығына қарай. Бірінші мен перец салдым, тәтті бұрыш. Одан кейін пекинский капуста дейді. Капустаны турап 4 бұрышты қылып салып алдым соңынан. Помидор да қостым соңында. Әдемі, дәмді болу үшін өзіңізге қалауыңызға қарай помидор қосасыз ба, қоспайсыз ба, мен өзім қостым. Майға қуырып, күріш пісірдім суға. Кесеге салып, осылай тәрелкенің бетіне аудардым да, мясо по-тайски тамағымыз дайын болды.